Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ардагерлерімізді ардақтайық. Бүгінгі сабақта мәтіндік және графиктік кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер арқылы ақпараттарды талдайсыз. Оқшау сөздердің қызметін тапсырмалар арқылы ажыратасыз. Бүгінгі сабағымыз майданда, тылда, ерен еңбекпен көзге түскен ата-бабаларымыз ардагерлер туралы болмақ. Ендеше ардагер сөзіне қысқаша ғана түсініктеме беріп кетсек. Ардагер құрметті, ардақты, қадірлі адам деген мәнді білдіретін этикалық ұғым. Ел қамын ойлап, намысын қорғаған, елеулі еңбек сіңірген абыройлы адамды халық ардагері деп жоғары бағалайды. Жеке адам қоғамда ерекше істерімен, ақыл-парасатымен, адамгершілік асыл қасиетімен, беделімен, жұртшылыққа танылғанда ғана ардагер болады. Қазіргі кезде еңбек ардагері, соғыс ардагері деп атаймыз. Қазақстан Республикасының ардагерлер туралы заңнамасында ардагерлерді топ-топқа бөліп қарастырған. Бірінші, Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Екінші, басқа мемлекеттердің аумағында ұрыс қимылдарының ардагерлері. Үшінші, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер. Төртінші, еңбек ардагерлер деп қарастырылған. Оқушылар, енді тапсырмаға кезек берсек. Тор көздегі әріптерден тақырыпқа байланысты сөздерді құрап, олардың мағынасын түсіндіріңдер. Тапсырманы орындап болсақ, жауабына назар аударайық. Жауабы: қаһарман, ардагер, майдан, Ұлы Отан соғысы. Осы сөздердің мағынасына тоқталсақ. Қаһарман — ержүректілік, батылдық. Ардагер — соғысқа қатысқан адам. Майдан — соғыс алаңы. Ұлы Отан соғысы 1941 жылғы фашистік Германияның Кеңес одағына қарсы асқан соғыс деген мағыналарды білдіреді. Келесі тапсырмаға көшіп, мәтінді мұқият оқып шығып, ат қойыңдар. Онда берілген мәліметтерді кластер әдісімен түсіріңдер. Пікірлерді түйінді сөздермен қорытындылаңдар. Оқушылар тапсырманы орындап болсақ, менің жауап үлгіме назар аударыңыздар. Мәтінге тақырып: соғыс ардагерлеріне тағзым. Кластер: Ұлы Отан соғысы. Ардагерлердің ерлігіне мәңгі тағзым етеміз. 9 мамыр қымбатты да қайғылы мереке. Соғысқа қатысқандардың ерлігі ұрпаққа өнеге. Қазақстан да соғысқа зор үлес қосты. Соғыс ардагерлеріне құрмет көрсету бүгінгі ұрпақ болашағы. Келесі тапсырмаға назар аударсақ, оқушылар, мәтінді мұқият тыңдап, кестедегі ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтаңыздар. Зұлмат соғыс. Осы бір шағын тіркесті айта қалсаң, көз алдыңа әлемнің ауыр қасіреті келеді. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімі мен жанқиярлық ерлігін көрсетті. 500-ден аса жерлесіміз, оның ішінде 96 қазақ Кеңес одағының батыры атағын алды. Қазақстандық Кеңес одағының батырлары арасында қарулы күштердің барлық түрі мен құрама өкілдері, мамандары және қатардағы жауынгерден дивизия командиріне дейінгі әскери атағы бар адамдар болды. Олар Талғат Бегілдинов, Мәлік Ғабдуллин, Нұркен Әбдіров, Мәншік Мәметова, Әлия Молдағалова және басқалары. 1941 жылдың ызғарлы 15-16 қарашасында басқыншы неміс фашистері Кеңестер одағының астанасы Мәскеу қаласына жойқын шабуылын бастады. Қазақстанда жасақталған генерал Иван Панфиловтың басқаруындағы 316 атқыштар дивизиясының
1075 атқыштар полкының жауынгерлері мұздай қаруланған 2 есе көп жауға Дубосеково резезінің түбінде қарсылық көрсетіп, қайсарлық пен еренерліктің үлгісін көрсетті. Оның ішінде 28-ші Панфиловшы батырдың бір қадам кері шегінбей, қасық қана қалғанша айқасатыны да осы тұс. Жауға қарсы шайқастар майданның алдыңғы шебінде ғана емес, алыстағы қазақ ауылдарында да жүріп жатты. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқынды өз бауырына аналық мейіріммен тарта білді. Қазақстан халқы күн-түн демей, астық алқаптары мен зауаттарда еңбек етіп, майданға керекті оқ-дәрі мен азық-түлік жеткізуші үлкен арсеналға айналды. Еңбек даласында бел жазбай, жұмыс істеген әйелдерсіз, қарттарсыз, буыны бекмесе де, иықтарына үлкен ауыртпалық түскен жас өспірімдерсіз, жеңіс күнін көзге елестету мүмкін бе? Оқушылар, кестені толтырып болсақ, дұрыс жауабына назар аударайық. Жауабы: 500-ден аса жерлесіміз, оның ішінде 96 қазақ Кеңес одағы батыры атағын алды. Дұрыс. 48-ші Панфиловшы батырдың бір қадам кері шегінбей, қасық қаны қалғанша айқасатыны да осы тұс. Бұрыс. Қазақстанда жасақталған генерал Иван Панфиловтың басқаруындағы 316-шы атқыштар дивизиясының 1070-ші атқыштар полкының жауынгерлері мұздай қаруланған 2 есе көп жауға Дубосеково разъезінің түбінде қарсылық көрсетіп, қайсарлық пен ерен-ерліктің үлгісін көрсетті. Дұрыс. Оқушылар, келесі тапсырмаға ауыспас бұрын тілдік бағдар оқшау сөздермен танысып алайық. Сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылатын ойға қатысы бар сөздер кездеседі. Олар оқшау сөздер. Оқшау сөздер қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөздер болып бөлінеді. Мысалы, жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Осындағы жолдастар сөзі қаратпа сөз. Демек, біз жеңеміз. Демек сөзі қыстырма сөз. Әлақай, көңіл-күй одағай. Ендеше тапсырмаға кезек берсек, сөйлемді оқып, қарамен берген оқшау сөздердің түрін сәйкестендіріңіз. Ал бауырым басталды деген осы. Әйтеуір жеттік-ау. Жолдас лейтенант, әуелі жағаңызды тағып берейін, деп қалтасынан дәк алды. Әй, емілердің сау қалған айнасы болса, тауып алып, өз бетіңді де бір қарасаңшы депті күліп. Міне, осы топты басқаруға біздің батальоннан тәжірибелі офицер ретінде лейтенант Қошқарбаевты жіберсек деп отырмыз. Ура! Дедім сыбыртай сөйлеп. Жеңіс жалауы Рейхстагта. Оқушылар, дұрыс жауабыңызды тексеру үшін экранға назар аударайық. Ал бауырым басталды деген осы. Қаратпа сөз. Әйтеуір жеттік-ау. Қыстырма сөз. Жолдас лейтенант, әуелі жағаңызды тағып берейін, деп қалтасынан дәк алды. Қаратпа сөз. Әй, Гиммлердің сау қалған айнасы болса, тауып алып, өз бетіңде де бір қарасаңшы деді күліп. Одағай сөз. Міне, осы топты басқаруға біздің батальоннан тәжірибелі офицер ретінде лейтенант Қошқарбаевты жіберсек деп отырмыз. Қыстырма сөз. Ура! Дедім сыбыртай сөйлеп. Жеңіс жалауы Рейхстагта. Одағай сөз. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келетін болса, сабағымыздың басында айтқандай мақсатымызға тоқталып кетейік. Мәтіндік және графикті ақпараттарды сабағымызда талдадық, және де тапсырмалар арқылы оқшау сөздердің қызметін бірге ажыраттық. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда жүздескенше назарларыңызға рахмет.